мақтағыз бен мысық дос болады. Бір күні мақтағыз жалғыз мейіз тауып алады да мысығын шақырады. Мысық келмейді. Келмесең келме, деп мейізді өзі жеп қояды. Мысық келіп, неге шақырдың? Мақтағыз үндемейді. Айтпасаң қатығыңды төгем. Онда мен құйрығыңды кесіп аламын. Мысық қатықты төгіп тастайды. Мақтағыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Апа, құйрығымды берші. Менің қатығымды төле, құйрығыңды сонда аласың. Мысық жүгіріп сиырға келеді. Сиыр, маған қатық берші. Менің қарным ашып тұр, маған алдымен жапырақ әкеліп бер. Мысық ағашқа барып, ағаш, жапырағыңды берші. Мен қатты шөлдеп тұрмын, сусын әкелсең жапырақ аласың, дейді ағаш. Мысық су әкеле жатқан қызды көреді. Маған су беріңізші. Қыз оған, маған сағыз әкеліп берсең, саған су беремін. Мысық дүкенге жетеді. Сатушы, маған сағыз беріңізші. Маған жұмыртқа тауып берсең, мен саған сағыз беремін. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші. Маған дән әкеліп берсең, жұмыртқа табылады. Мысық енді не істеймін деп ойланып келе жатса, үн қазып жатқан бір тышқанды көреді. Үйіңде не бар? дейді. Тышқан қорыққаннан қалш етіп. Үйімде бір табақтарым бар. Маған бір уыс тары әкеліп бер. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді, тауық жұмыртқа береді, жұмыртқаны апарып сатушыға береді. Сатушы сағыз береді, сағызды апарып қызға береді. Қыз су береді, суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырағын береді, жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақтағызға береді. Мақтағыз мысықтың құйрығын қайтарып береді.